Шақардағы өзге білім ошақтары сияқты Абай атындағы екінші мектепте де соңғы қоңырау салтанатымен сабақтар аяқталған жоқ. 26 мамырдан бастап жазғы мектеп жұмысын бастады. Таңғы сағат 9-дан бастап түске дейін білім ордасында оқушылар үшін кестеге сәйкес сабақтар өтеді. Бізде 26 мамырдан бастап 19 маусым аралығында жазғы мектеп жұмысы ұйымдастырылды. Бұл жұмысқа оқушылар, яғни ата-аналарының өтініші арқылы біз оқушыларды қабылдадық. Қазіргі күнде 86 оқушы қамтылған. Бұл бізде 7 топ болып саналады. Яғни бастауыш сыныптарда 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші сынып қабылданса, ортаңғы буындарда 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші және 10-ші сыныптар қабылданған болатын. Жақында 7-ші сыныпта аяқтаған Малика да жазғы мектепке келіп қатысып жүр. Жеткіншек қыз қашықтықтан оқыған кезде біраз қиындықтарға тап болдым дейді. Сөзінше, жаңа тақырыптарды түсінбей қалатын. Интернет жұмыс істемеген кезде сабақтарды мүлде өткізіп алатын сәттер болғанын жасырмайды. Осы жазғы мектепте біз өздеріңіз білетіндей онлайн сабақта отырған кезде түсінбей қалған тақырыптарды осы жазғы мектепте талқылаймыз, және де біздің сабақтарымыз ресми түрде өтпейді. Мысалға оқып талқылайтын сабақтар болған кезде таза ауаға шығып, зерттеп, сол тақырыпқа байланысты ойын ойнап талқылаймыз. Осы жазғы мектеп ашылғанына мен өте қуаныштымын. Саламат қасиетті кеше ғана 3-ші сыныпты тәмамдаған. Жазғы демалысқа шыққанымен тынығуға, достарымен ойнауға асықпаған. Мен жазғы мектепте оқып жүрмін, 4-ші классқа көштім. Біз анда білімдерімізді толықтырамыз, білмегенімізді үйреніп жүреміз. Бізде қызықты ойындар және қызықты тапсырмалар болады. Маған жазғы мектеп өте ұнайды. Айта кетейік, жазғы мектеп ұйымдастырудағы басты мақсат қашықтан оқыған кезде жаңа тақырыптарды түсінбеген оқушылардың үлгерімдерін жақсарту. Сабақтар таңғы 9-дан түскі 12-ге дейін өткізіледі. Әр сабақ 40 минуттан. Жазғы мектепте журнал жүргізілмейді, яғни баға қойылмайды, үй тапсырмасы берілмейді. Киім үлгісі еркін. Сабақтар барлық санитарлық нормалар сақталып өтеді. Осы топтарда барлығы 16 мұғалім, пән мұғалімдері қатысқан. Бұл пәндер ата-аналардың өтінішімен сабақ кесте жасалынды. Сабақ кестеде күніне 3-4 сабақтан аспайтын, яғни ережеге, талаптарға сай сабақ кесте құрылды. Жазғы мектеппен қатар білім ошағында күншуақ лагері де жұмыс істеп жатыр. 1-ші маусымға 30 оқушы қатысуға ниет білдірген екен. Олардың жазғы демалысын қызықты әрі пайдалы өткізу мақсатында мектеп ұжымы күнделікті түрлі ойын-сауық іс-шаралар ұйымдастырады. Бірінші маусымнан бастап күншуақ лагерінде дем алып жатырмын. Бізде өте қызықты іс-шаралар өтеді. Күніне 3 мезгіл тамақтанамыз. Біз сонда кинотеатрға, бассейнге, мұражайға барамыз. Қайнар орталығында мастер-класс өтті, оған біз қатыстық. Әртүрлі үстел ойындар ойнаймыз, таза ауада ойындар ойнаймыз. Маған осы лагерь ұнайды. Мектепте сондай-ақ қашықтықтан өткізілетін бірқатар шығармашылық, зияткерлік үйірмелер жүргізіледі. Инара Бенова, Ризабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.